Түлектер, хоп! Қазақстанда банк неге ақша бөледі? Ал Норвегияда балалар жүзсін деп береді. Норвегияның Sparebank деп аталатын банкі 1 миллион кронды қайда жұмсады деп ойлайсыз? Ол анау-мынау емес 50 миллион теңге. Бұл ақшаны олар бизнеске емес, жол салуға да емес, тіпті өздерінің жобаларына да емес. Саннес қаласындағы 16 жасқа дейінгі балалардың бассейнге барып жүзіп үйренуіне берді. Иә, дәл солай. Өйткені Норвегияда жүзу жай хобби емес. Бұл қауіпсіздік, бұл тәрбие, бұл баланың өмірін сақтап қалатын дағды. Бүгін мен алғашқы рет Норвегиядағы бассейнге бара жатырмын. Бұл бассейннің бір күшті ерекшелігі бар. Жанұям менің бірнеше жұмадан бері барып жүр. Мен тек бүгін бірінші рет бара жатырмын. Сондықтан қандай ерекшелік екенін, Норвегияның бассейндері қандай екенін қараңыздар. Айтатын боламын, қызық нәрселер әлі алда. Бұл жай аудандық бассейн емес. Аустрия Svømmehall Саннес коммунасының негізгі жүзу орталығы. Ресепшнда мынандай біздерге білезіктер береді. Сканерлейміз де ары қарай өтеміз. Ал мұнда қай енді кіруге болмайды. Мынандай шешінетін жерлері бар. Мұнда бір емес 3 бассейн бар. Үлкен 25 метрлік оқу бассейні және жылы терапия бассейні. Бұл жерде балалар сабақ оқиды, спортшылар жаттығады, жарыстар өтеді, тіпті емдік жаттығулар да жасалады. Бір мезетте шамамен 200 адам кіре алады. Мынандай 2 қатар орындықтары бар, саунасы да бар. Барлығы ыңғайлы және ақылмен жасалған. Жалпы Норвегияда мемлекеттік бағдарлама бойынша 10 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін, 16 жасқа дейінгі балаларға 50% ақысы төленеді. Биыл Ругаланд Sparebank 1 миллион крон бөліп, балаларға бассейнға тегін кіруге мүмкіндік жасады. Арнайы мүгедек адамдарға арналған, арнайы мынандай суға түсетін коляскалары бар, арбалары. Мындай құрылғылары бар. Шығарды, міне, мынандай салып кеткізім. Мындай құрылғыға салып кетеміз. Яғни кеткендігіміз туралы. Екіншісіне салады. Осы бассейннің ішінен түрлі жүзу костюмдерін де сатып алуға болады. Болдық, шықтық. Күшті, бүгін жұма күні жылы бассейн. Судың температурасы 22 градус. Сағат 9 болып қалды. Біздер үйге қарай қазір кетеміз. Саннес қаласында коммунаға қарасты осындай үлкен жаңадан салынған, жақсы, іші кең, тіпті мүгедек адамдарға да арналған мүмкіндіктері бар бассейн. Бұл тіпті Ставангердағы бассейннен де күшті деп білетін адамдар солай айтып жатыр.